34 жыл бұл жай ғана сан емес еді. Бұл өмірдің жартысынан көбі, бірге өткен жастық, бірге көтерген ауырлық, бірге салынған үй, бірге өсірілген бала. Айгүл үшін бұл жылдар бекер өтпегендей көрінетін. Күйеуі Ермек екеуі жас кезде жоқшылықпен бастады. Бір бөлмелі жатақханада тұрып, бір табақ тамақты бөліп жеп, бір көрпеге оранып ұйықтайтын. Сол кездері Ермек: бір күні өз үйіміз болады, үлкен, жарық деп армандайтын. Айгүл сенетін. Жылдар өтті. Екеуі тұрмысты. Айгүл жұмыс істеді, үй жинады, бала бақты. Ермек құрылысқа кетті, ақша тапты. Ақырындап армандары орындала бастады. Олар қала шетінде үлкен үй салды. Әр кірпіші тер, әр бөлмесі үміт. Бірақ сол үйдің ішінде бір нәрсе баяу сөніп жатты. Алғашында байқалмады. Кейін Ермек кешігіп келетін болды. Кейде үндемей жүретін. Айгүл сөйлескісі келсе, ол шаршадым деп қысқа қайыратын. Айгүл де үнсіздікке үйренді. Бір күні ол айнаға қарап тұрып, өз-өзін танымай қалды. Бұрынғы күлімсіреген қыз жоқ. Көзінде тек шаршау. Мен қашан осындай болдым? Деп сыбырлады. Сол кеште Ермек тағы да кеш келді. Бірақ бұл жолы Айгүл үндемеді. Күтіп отырмады. Жай ғана: Ермек, біз сөйлесуіміз керек деді. Тағы не болды? Деп ол тітіркене қарады. Ештеңе болған жоқ. Сол мәселе. Бізде ештеңе жоқ. Жылу жоқ. Әңгіме жоқ. Сен мені көрмейсің. Ермек күліп жіберді. 34 жылдан кейін романтика іздеп отырсың ба? Сол сөз бәрін үзді. Айгүл алғаш рет анық түсінді. Ол бұл үйде тек тұр. Бірақ өмір сүрмейді. Ажырасу туралы шешім оңай болған жоқ. Бірақ ол шешілді. Туыстар шулады. Осы жаста қайда барасың? Ұят емес пе? Балаларың бар ғой. Айгүл бәрін тыңдады. Бірақ алғаш рет өз жүрегін тыңдады. Олар үйді сатты. Үлкен, бірге салған үйді. Әр бөлмесі естелікке толы үйді. Үй сатылған күні Айгүл бос бөлмелерді аралап шықты. Қабырғаға қолын тигізді. Рахмет, бірақ мен мұнда қалмаймын, деді сыбырлап. Сол ақшамен ол өзіне шағын, бірақ жарық пәтер алды. Өзінің үйі. Ешкімге тәуелсіз. Бірақ оқиға мұнымен бітпеді. Ажырасқаннан кейін олардың кенже ұлы әкесімен қалды. Айгүл бастапқыда қарсы болды. Бірақ бала өзі солай шешті. Әке үйінде қалам, деді ол. Айгүл жүрегі ауырса да келісім берді. Бірақ біраз уақыттан кейін ол заң бойынша алиментке өтініш берді. Бұл жаңалық бәрін тағы шулатты. Қалайша? Бала әкесінде ғой. Сен неге ақша талап етесің? Айгүл жай ғана жауап берді. Бұл мен үшін емес. Бұл бала үшін. Шындығында бала әкесімен тұрса да, оның көптеген шығыны Айгүлдің мойнында еді. Киімін, оқуын, кейде тамағын да өзі алып беретін. Ермек бұрынғыдай немқұрайлы еді. Айгүл енді бұрынғыдай үндемеді. Сот шешімі шықты. Ермек алимент төлеуге міндеттелді. Бір күні ол ашумен келді. Ұят емес пе саған? Менің үстімнен ақша талап етесің бе? Айгүл сабырмен қарады. 34 жыл үндемедім. Енді үндемеймін. Сол сәтте Ермек алғаш рет оны түсінбегенін сезді. Айгүл жаңа өмірге үйрене бастады. Таңертең өзі қалаған уақытта тұрады. Терезеден күн сәулесі түседі. Ас үйде жалғыз отырып кофе ішеді, бірақ бұл жалғыздық емес еді. Бұл еркіндік еді. Кейде ол өткенді еске алады. Өкініш жоқ емес. Бірақ бір нәрсені анық біледі. Ол өз өмірін кеш бастаса да өз қолына алды. Ал 34 жыл. Ол тек жоғалған уақыт емес. Ол оған кетуді үйреткен уақыт еді.